Сәлем достар, бүгін бешбармақ жасадым. Сіздер де менімен жасап көріңіздер. Қазанымызға суымызды құйып, етімізді жуып тазалап, тұзымызды салып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін осындай көбіктер шығады. Оны алып тастаймыз. Баяу отта қайнатамыз, астын қатты қоймаңыздар, еттеріңіз қатты болып қалады. Баяу отта етіміз былқылдап күшті піседі. Бірнеше қайтара аласыздар, міне мен тағы да көбігін алып жатырмын. Одан соң пияздың жарты бөлігін бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Сәбізімізді саламыз. Сарымсақты да солай бірнеше бөлікке бөліп саламын. Картошкамызды саламыз. Осылай батырып салып қайнатып аламыз. Енді қамырын илейміз. Жылы суымызға тұзымызды қосып, ерігенше араластырамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. 15 минутқа демалдыруға қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей қамырымызды жайып алдық, оқтауымызға орап, ортасынан бөліп кесеміз. Осылай бөліп шығамыз. Қамырларымыз дайын болды. Бетін жауып қоя тұрамыз. Осы орайда тұздығын жасаймыз. Мен кішкене май қосып, пиязымды қуырып алдым. Тұздыққа қайнап тұрған сорпаның майынан да қосамын, дәм беру үшін. Егер сорпаның майы майлы болатын болса, май қоспасаңыздар да болады. Егер майы аз болатын болса, май мен сияқты қоссаңыздар болады.
үстіне су құймай осындай еттің сорпасын құйсаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі болады. Тұздықтарымыз да өте дәмді болып шығады. Тұзымызды, бұрышымызды салып, бір қасық томатымызды саламыз. Осымен тұздығымыз дайын болды. Жаңағы қайнаған сорпамыздан етімізді, картошкамызды бәрін сүзіп алып, осы сорпаға қамырымызды саламыз. Қамырларды салып араластырып тұрасыздар. Бетін жауып қоямыз. Бір қайнап көбігі тарқағаннан кейін бір бокал мұздай су құямыз. Осымен қамырларымыз дайын болды. Қамырларды сүзіп аламыз. Мен астына подливын құйған болатым тұздықты. Қамырларды салмай тұрып, артық суын төгіп тастаймыз. Қамырларды толық алып, тұздығымызды бетіне салып шығамыз. Бір керкі араластырамыз. Бетіне еттерімізді қоямыз. Алдын ала кесіп алдым мен еттерді де, картошка, сәбіздерді де. Сәбіздерімізді салып шығамыз. Осымен
бешбармағымыз дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.